Бүгінгі сабақтың ең бірінші тақырыбы ол философия пәні. Философия дегеніміз ол табиғат, қоғам және танымның, олардың өзгеру мен дамуының жалпы заңдары туралы ғылым болып табылады. Философия сөзі грекше даналық түсу деген мағынаны білдіреді. Бұл термин ежелгі Грецияда ең бірінші пайда болып саналады. Философия дүниеге көзқарастың ғылыми теориялық түрі болып табылады. Философия көзқарас мифологиялық және діни көзқарастан айырмашылығы нақты ұғымдарға, категорияларға сүйене отырып, логикалық ой қорыту ерекшелігінің бар болуы. Философиялық білімді жіктеуде көптеген әдіс тәсілдердің бар екендігін ескерткеніміз ең бірінші жөн болып табылады. Мысалы, философиядағы ең кең танымалы болатын ол екі теория. Бірінші ол теориялық философия болып саналады, екінші практикалық философия. Теориялық философия оған болмыс теориясы, таным мәселелері және білім философиясы кіреді. Практикалық философияны қарастырған кезінде оған этика, құқық философиясы және тарих философиясы жатады. Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуі өзінің бастауын антиктік классикадан алады. Аристотель үшінші бөлігін ерекшелеп, оны поэтикалық философия деп атады. Бұл шығармашылық мақсаттағы білімді көздейді. Ал оның негізін сөз шығармашылығының эстетикасы, риторика және поэтика құрайды. Философияны үш мағынада түсінуге болады. Философия көзқарастың бір түрі, философия өзінің жеке зерттеу пәнімен ерекше ғылым болып саналады, және үшінші түрі ол философия нақтылықтың бір жағын көрсететін қоғамдық сананың ерекше түрі болып саналады. Көзқарастың тарихи үш түрі бар. Ол философия, аңыз және дін. Философия ерекше ғылым. Оның пәрмен мен мәні дүниеге көзқарасы мен методологиясында. Философия қашанда бүкіл адамзаттағысы, баршаға ортақ рухани жеміс, әлемдік өркениеттің, рухани мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады. Философия ол дүниеге көзқарас қалыптастыратын ғылым. Қандай да бір адам болмасын, ол дүниеге белгілі бір көзқарассыз өмір сүрмейді. Өмірді танып білу арқылы адам белгілі қорытындыға келеді. Міне философияның методологиялық дүниеге көзқарастық рөлі деп осыны айтамыз. Философияның екі құрылымы бар. Философия тарихы дегенде оған жататын ең бірінші ежелгі философия басынан бастап пайда болып қазіргі заманға дейін. Философия теориясы дегенде ол екінші бөлімі ол әлеуметтік философиядан басталады және онтология мәселелері қарастырылып отырады осы екі бөлімде. Философия даму барысында үш кезеңнен өтті. Ол космоцентризм, теоцентризм және антропоцентризм. Енді әрбір жеке-жеке түсініктемені берген кезінде космоцентризм ол әлемді түсіндіруде ғарыштың шексіз сыртқы күші қолдана отырып, ой тұжырымдау болып табылады. Бұл космоцентризм бағыты ең бірінші философиясы бұл ежелгі үнді, Қытай және ежелгі грек жерлерінде көп тарала бастады. Космоцентризм дегенде өзінің атауында да көруге болады, ол ғарышты ең бірінші ғарыштық мәселені қарастырған. Және қазіргі ғарышпен салыстырғанда ол ертедегі ғарыш дегенде ол бүкіл әлемді зерттеуін қарастырған. Екінші теоцентризм дегенде, ол теос деген мысал мағынаны білдіреді, ол құдай деген мағынаны білдіреді. Сол себептен барлық тіршілік атаулыны жоғары жаратушы күш құдай арқылы түсіндіру арқылы осы уақытта көбінесе бүкіл теориялық құдай мәселесіне арналған болып табылды. Және ол көбінесе осы бағытта қолданған ортағасырлық христиан Европа философиясына тән ерекшелігі болып саналады. Және осы уақытта теология деген бағыт көбінесе дамыды. Үшінші бағыт ол антропоцентризм. Антропос дегенде ол ең бірінші адам деген мағынаны білдіреді. Сол себептен ең бірінші негізгі орталық мәселесі қарастыратын ол адам болып табылады. Ол осы антропоцентризм бағыты қайта өрлеу дәуірімен жаңа заман, қазіргі заман философиялық мектептерінде қарастыратын болған.
Біз ең басында айтып кеттік, философияның көзқарас дегенде үш түрі бар дейді тарихи. Ең бірінші философияға деген ең бірінші пайда болған ол мифология, немесе біз аңыз дейміз. Осы аңыздарға байланысты біз қазіргі заманда көп нәрселерді білеміз. Одан кейін пайда болған мысалы көзқарастың түрі ол дін болып саналады. Дін деген ең бірінші адамның сеніміне байланысты болған. Философия ол мына қорытылған осы екі түрінен кейін пайда болған көзқарастың түрі болып саналады. Ең соңғы, бірақ ең бірінші осы ең мәнді болып саналады. Философия адамзат дамуының қайнарынан бастау алатын ғылым. Ол біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың басында дүниеге келді. Сол кезден бастап ол үнемі даму үстінде. Адам баласының ой өрісі кеңейген сайын философияда тереңдей түсті. Философия нақты фактілерге жүгінеді. Ол ең алдымен дүниетанымдық, теориялық, методология ғылым. Ең бірінші философия қарастырған кезінде осыны айтуға болады. Мысалы, дүниетаным дегенде ең бірінші әрбір адамның өзінің пікірі бар. Сол осы ең бірінші өзінің пікірін білу үшін осы дүниетанымдық функция бірінші басты болып саналады. Тағы бір философияның ерекшелігі ол көбінесе теориялық, абстрактылық ғылым болып саналады. Ол көбінесе теория жүзінде, тұжырымдама жүзінде кездеседі. Және методология дегенде философия саласында көп әдістемелер қолданылады дейміз. Философия бүкіл әлемді, оның басты салалары қарастыратын ол табиғат, қоғам, адам санасының тұтас құбылыс ретінде алып, оны жалпы заңдылықтарын ашады. Объективтік шындық жөніндегі белгілі қағидалар жүйесін қалыптастырады. Философияның пайда болуы адамзат баласының білім деңгейімен, ой санасының едәуір дамуына байланысты әлемді ғылыми тұрғыда түсінумен орайлас дүниеге келді. Сан қырлы табиғат құбылыстарының мәнісін түсінуге тырысқан ойшылдардың философиялық көзқарастары, философия ғылымның беташары іспеттес болды. Алғашқы философиялық ойлардың формасы натур философия бағытталады дейміз. Ең бірінші, мысалы, философия тарих қарастырған кезінде біз қарастырамыз. Ең бірінші, осы натур философия бағыт дегенде, натур философия бағыт дегеніміз ол әрбір мысалы сұрақты іздеген кезінде, жауаптар іздеген кезінде, ол табиғи жолын іздеген ең бірінші. Философия пәні қоғамның дамуымен тығыз байланыста бола отырып, рухани өмірдің барлық қырларын қамтыды. Философияны алғаш рет ерекше теориялық білім ретінде жинақтап дәлелдеген ертегірек философы Аристотель болып саналады. Ең бірінші философия пәнін қарастырған кезінде антикалық философия маңызды болып саналады. Не себептен дейміз, соны кейінірек қарастырамыз. Бірақ ең бірінші осы уақытта айтатын нәрсе, ең бірінші осы антикалық философтар ең бірінші көп мәліметтер антикалық философиясының елінен алуға болады дейміз. Ең бірінші Аристотель, Платон, Сократ өз еңбектерін философия ғылымына арнап жазған дейміз. Философия теориясының негізгі салалары ол онтология, әлеуметтік философия, диалектика, гносеология, философиялық антропология, аксиология, праксиология, методология және логика болып табылады. Енді жеке-жеке қарастырсақ, ең бір түсініктемесін берсек, осы философияның негізгі бөлімдеріне онтология дегенде ол ең бірінші болмыс туралы ілім, болмысты қарастырады. Әлеуметтік философия дегенде ол қоғам туралы ілім болып саналады. Диалектика философияны қарастырған кезінде ең маңызды болып саналады, ол заттардың, құбылыстардың жалпы дамуы. Гносеология ол таным туралы ілім болып табылады. Философиялық антропология адамды зерттейтін ғылым. Аксиология құндылықтар туралы ілім. Праксиология қоғамдық практика туралы ілім. Методология әдіс туралы ілім. Және логика ол ойлау туралы ілім. Философия тарихының негізін қалаған Аристотель екі мәселені анық айтады. Бірінші, философиялық теорияның қалыптасу логикасының мәнін ашу. Екінші, ойшылдардың жаңа және жетілген философиялық жүйелерін қалай және үшін жасауының қайнар көзін анықтау болып табылады. Бұл ең бірінші осы Аристотель екі мәселені бөліп қарастырған осы болып табылады.
Философияның функцияларына келсек, ол жеті функциясынан тұрады, жеті қызметінен тұрады. Бірінші, ең басына біз айтып кеттік, көзқарастық функция дейміз. Ең бірінші, ол әрбір адамның жеке бір көзқарасын қалыптастырады. Оны дүниетанымдық функция немесе көзқарастық функция деп атаймыз. Екінші, әдістемелік функция дейміз. Өзінің атауында да көріліп тұр. Мысалы, ең бірінші, зерттеген кезінде, түрлі сұрақтарға жауаптарды іздеген кезінде философияда түрлі әдістемелер көбінесе қолданады дейміз. Ол метафизика, диалектика дейміз. Үшінші, теориялық танымдық функция дегенде, ең бірінші таным дегеніміз ол бір нәрсені жаңадан бөлу болып табылады. Сондықтан теория, түрлі теорияларды мысалы қарастырамыз. Ежелгі философиядан бастап қазіргі заманға дейін дейміз. Төртінші қызметі дегенде ол логикалық функция болып табылады. Логикалық функция дегенде ең бірінші адамның ойлау қабілетіне байланысты болып табылады. Ол түрлі проблемдік мәселелерге қатысты дейміз. Бесінші, гуманистік функция. Алтыншы, аксиологиялық функция. Жетінші, моральдық және этикалық функция болып табылады. Фридрих Энгельстің тұжырымдауы бойынша философияның негізгі сұрағы ойлаудың, сананың болмысқа, рухтың материяға, табиғатқа қатынасы. Міне осы мәселеге байланысты қоршаған орта мен адамның әлемдегі алатын орны айқындала түспек. Философияның негізгі пәні мен объектісі адам және оның әлемдегі орны. Жалпы осы негізгі сұрағын қарастырған кезінде ең бірінші әлемде не пайда болды? Ақыл, ой, сана ма немесе материя ма? Ең бірінші ғалымдардың пікірлері әртүрлі болып табылады. Егер мысалы олар әлемде ең бірінші идея, сана пайда болды десе, олар идеалистер болып саналады. Идеалистердің қатарына Платон жатады, Сократ, антикалық ойшылдардан. Егер де мысалы ең бірінші әлемде материя дегенде табиғат деп ең бірінші әлемде пайда болды деп санаса, оларды мысалы материалистер деген материалистердің қатарына біз жатқызамыз Аристотель, Парменид және тағы Энгельс ең бірінші осы материалистердің қатарына жатқызуға болады. Қазір уақытта мысалы, егер де осы мысалы екі негізгі сұрағын шешілуіне байланысты үшінші бағыт пайда болды, ол дуализм. Осы үшінші пікір бойынша идея және материя бір уақытта пайда болды. Идея материясы бола алмайды, материя санасы бола алмайды. Сондықтан осы үшінші бағыт неге келді, дуализм дейміз. Сол себептен қазір уақытта көбінесе осы пікірді көбі ұстанады дейміз. Философияның негізгі мәселесін ойлау мен болмыстың арақатынасы туралы сөз еткенде, бұл сұрақтың екі жағы бар екенін ажырата білу керек. Бірінші жағы ол дүниенің негізі, бастамасы, не идея, рух па әлде материя ма деген онтологиялық болмыс туралы ілім сұрақ қояды. Екінші жағы адам баласы дүниені танып біле ала ма, әлде танып біле алмай ма деген гносеологиялық таным туралы ілім. Мәселе ең бірінші осы сұраққа жауапты береді немесе зерттейді дейміз. Философияның онтологиялық мәселесіне байланысты философияда негізгі екі бағыт пайда болды. Материализм және идеализм дейміз. Философия пәнінің зерттейтін сұрақтары ол болмыстың өмір сүру жағдайы, материя, оның формалары, сана және санасыздық, адам, оның өмірдегі мәні мен әлемдегі алатын орны, жан, адамның рухани өмірі, қоғам, табиғат, өркениет, экология, дүниені тану білу, қозғалыс, диалектика және оның заңдары. Ең бірінші осы философияны қарастырған кезінде философия ғылымдардың атасы деп саналады. Ғылымдардың атасы дегенде қазір біз білетін мысалы көп ғылымдар осы философия пәнін ішіне кірген. Және қазір уақытта да философия көп ғылымдардың мәселелерін қарастырады. Сол себепті философия басқа ғылымдармен байланысы өте тығыз дейміз. Ең біріншіміз философия дегенде ол тарих философиясы дейміз. Келесі мысалы ең бірінші ол психология саласымен тығыз байланысты болып табылады. Себебі мысалы философия жеке қарастыратын тақырыптардың арасында мысалы сана деген тақырып бар, таным деген психология саласына жатады. Тағы да мысалы
этнография деген әрбір жеке мысалы халықтың қарастыратын мәселелері бірдей болып саналады дейміз. Таным тарихындағы ең белгілі жалпылама философиялық әдістерге диалектика және метафизика болып табылады. Ең бірінші философия қарастыратын сұрақтары жауап іздеген кезінде екі осы әдістемені қолданылады: диалектика және метафизика болып табылады. Диалектика ол заттардың құбылыстардың ішкі қайшылықтарын, өзгерістерін, дамуын, себеп-салдарын, қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресін жіті бақылайтын философиялық зерттеулер әдісі. Диалектикалық әдісті мәнді нышандары мыналар. Бірінші, мәні мәңгілік өзгермейтін нәрсе болмайды. Сондықтан бірақ рет берілген және мәңгілік ештеңе жоқ. Әлемде бәрі де ауыспалы, өзгермелі. Екінші нәрсе өзін жалпылама байланыстарында алынып, қарама-қарсылықтарға айналған даму үстіне жан-жақты зерттеледі дейміз. Диалектика ойлау амалы мен тану әдіс жөнінен өзіне қарама-қарсы келетін метафизикамен қатар пайда болып дамыды дейміз. Оның ерекшелігі объектінің бөліп алынып қарастырылуында, статистикалық және бір мәнді зерттелуінде абсолютті ақиқат ізделінеді. Қайшылықтарға көңіл бөлінбейді, олардың бірлігі ескерілмейді. Метафизикалық әдіс бойынша нәрселесі мен үдерістер бір ұстаныммен қарастырылады. Бар немесе жоқ, ақ немесе қара, дос немесе жау, тағы басқалар қозғалысты қарастырған кезде метафизика оның толып жатқан формаларының біреуіне ғана мойын бұрады дейміз. Сонымен қорыта келе айтуға болады, философия болмыстың мәнін осылай игерумен немесе оны құрайтын заттардың, құбылыстардың, жағдайлардың, үдерістердің және тағы басқа мәнділігі адамның әлемге қатынасының мәнін және ондағы адамның мәнділік орнын танумен айналысады. Осы ең бірінші лекцияны қорытындылай келе айтуға болады, Сократтың сөзімен мен білетінмін, еш нәрсе білмеймін. Адам ең бірінші білгеніне қарағанда білмеген нәрсесі көп болып табылады. Сондықтан ең бірінші адам өзінің көзқарасын қалыптастыруда осы түрлі діни танымдық білімдерді білуге тырысу керек дейміз.